Қайырлы күн. Бүгін біздер ашу тақырыбында әңгіме тарқатамыз. Ашу бұл жағымсыз эмоция. Бүкіл адамдар бұл эмоцияны басынан кешіреді, және бұл эмоцияны тізгіндеу өте маңызды. Франклин ашу ешқашан да себепсіз болмайды, бірақ ол әрдайым орынды бола бермейді деп айтқан болатын. Сонымен қатар біздің халқымызда ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген керемет мағыналы мақалды айтып кеткен. Бұны тарқататын болсақ, ақылыңа ақыл қос деген, яғни ақылмен ашуыңды басқара біл деген мағынаны білдіреді. Бұның да жаңа психология өзінің негіздері бар. Енді тоқталатын болсақ, ең бірінші біздер ашулы күйде, мысалы өзімізді басқара алмасақ, яғни бізді ашу басқарып тұратын болса, оның салдары өте жағымсыз болып есептелінеді. Және ашу, жалпы кез келген жағымсыз эмоция шынжырлы реакция ие. Яғни сізде ашумен әрекет етесіңіз, сөзбен әрекет етесіңіз, я болмаса ұрып соғып та қалуыңыз мүмкін. Сол кезеңдерде қарсы тараптан реніш, одан кейін сізде кінә сезімі деген сияқты осылай шеңбер ретінде жаңағы реакция бірінен кейін бірі ұласып отырады. Сондықтан ахуал нашарлайды, ол деген салдары болады, денсаулыққа әсер етеді. Сондықтан әрбір адам өзінің ашуын басқарған дұрыс, және егерде ашуды басқара алмаса, онда жағымсыз адамның репутациясына ие болады. Бұл адам ашушаң, өзін-өзі ұстай алмайтын адам, тағы басқа деген сияқты сипаттамаларға ие болады. Енді қалай біз басқарамыз да? Ең біріншіден біз сезіну керекпіз. Ешбір психолог сізге мынадай кеңес бермейді: ашуланбаңыз, эмоцияңызды басыңыз, бұғаттаңыз деп айтпайды. Әрдайым да эмоция сезілген, ол шығарылу керек, қоршаған ортаға айтылуға тиісті. Бірақ ол ашу іс-әрекетпен емес, эмоциямен емес, ол сөзбен. Ашуланып тұрғаныңызды сөзбен байсалды жеткізе алуыңыз керек. Енді бұған дағдылану маңызды. Бастапқыда сезінсеңіз, бұл деген мүмкін емес жағдай ретінде көрінуі мүмкін, бірақ та дағдылансаңыз, жаттығуды үнемі жасап тұрсаңыз, бұл сіздің дағдыңызға айналады және автоматтандырылады. Ең бірінші сіз не істейсіз? Өзіңізге сұрақ қоясыз: мен нені сезіп тұрмын? Екінші, менде қандай ой пайда болды? Неге осындай сезімге қандай ой әкелді деп сұрақ қоятын болсаңыз, ол міндетті түрде жауабы табылады. Және оның себебі қандай? Себебін айқындап аласыз. Және сіздің қалауыңыз не? Үшінші сұраққа да жауап бересіңіз. Осы үш сұраққа жауап бергеннен кейін менің әрекетім қандай болу керек деген, осыған әрқайсысына сұрақтарға қадамдап жауап беретін болсаңыз, сіз ашуыңызды ақылмен басқара алатын дәрежеге жетесіңіз. Сондықтан бұны қолданыңыз міндетті түрде, оны дағдыға айналдырыңыз. Ол енді ең біріншіден сізге жаны ашитын жақын адамдардың денсаулығы үшін де, және жақсы отбасыңызда үйлесімділік болу үшін де маңызды. Және жұмыста да өрлейтініңіз сөзсіз. Пайдаңызға жарасын. Келесі кездесулерімізде басқа негативті эмоцияларға тоқталамыз.